Президентimiz Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кішкентай ләйлімнен қабылдап, өзі бастап, қазір бүкіл халықты сипат алған абай шығармаларын оқу эстафетасын қазақ өнерінің майталманы досым Досқан Жолжақсынов маған жолдаған екен. Осыған орай мен ұлы ақынның өлеңдері мен қара сөздеріндегі масылдыққа қатысты ой пікірлерден үзінді оқып беруді жөн көріп отырмын. Ұлы Абай өзінің 42-ші қара сөзінде былай деген: қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғының бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы термеді. Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын мініп, тамақ асырап, болмасы сөз аңдып, қулық сұмдықпенен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып, алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салына ма? Сол үшін қазақтың іске жараймын деген өзінің азды көптісін біреуге қоса салып, көре жүр, көзде жүр деп басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, ел кезуге салынады деген. Жалпы масылдық туралы ойлар ұлы ақынның шығармаларында көптеп кездеседі. Мысалы, ол бір өлеңінде сүйер ұлың болса сен сүй, сүйінерге жарар ол, сүйкімі жоқ құр масыл би, сүйретіліп өтер сол деп толғайды. Тағы бір қара сөзінде тоқ тіленші, адам сайтаны, харекетсіз сопы монтаны дейді. Адам баласының ең жаманы талапсыз дегенде де Ұлы Абай айтқан. Міне Абай сынаған масылдық бүгінгі қоғамның да дерті. Ол қазақтың ең басты жауы деп айтар едім. Ағайын масылдықтан арылып, биліктен туысқан іздемей, тәуелсіз болса әлеуетіміз де экономикамыз да мықты болады емес пе? Тәуелсіз елдің тәуелсіз азаматтары болып қалыптасады ғой. Елімізде жаппай кәсіпкерлік дамыса, жұмыс орындары ашылады, бюджетке салық түсіп мемлекет нығаяды, қоғамдық саяси тұрақтылық орнығады. Бәріміз сол үшін жұмылып еңбек етейік ағайын. Ұлы Абайдың өсиетіне адал болайық. Мен ендігі эстафетаны қазақтың әйгілі ғалымдары академик Төрегел Шарманов ағамызбен замандас досым академик Асқар Жұмаділдаевқа және мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатының күміс жүлдегері даңқты спорт жұлдызы Елизабет Тұрсынбаева қызымызға жолдаймын.